Шыннан да жабағады мана ағызығыдан тұра. Ол енді ғұмыр бойы шулай болған. Бәкке міне біздің замана өзінше бір ағызығы шыры. Біздің татар жігітлері қазір енді тазарып, байып кетті көбісі. Қазір джип машиналарына отырып, дүния кезелер, шет еллерде ялайталар. Теге Қырымда, Кавказда, Сочида ялайту қазір енді искілік қалдығы болып артта қалды. Татар жігітлері қазір матур татар қызлары білән Анталияда, Кипрда, Майамида, Австралияда ялайталар. Шул қадар қазір бүтін самолетлар Қазаннан, Бигіштен, Мәскәуден татар жігітлерін жалдитәрге алып баралар. Мына біздің әлі көптен жүрген бір таза жігітіміз Канар ұтырауында ялайтып қайтты. Оны өзі келе. Келішкен, тігінді олдығын, деймі? А как же? Құшқа бет. Тазарғаның қап-қара болған. Қоралталар. Январ айында қызынып қайтты. Шық бет. Ну, шадыңды Канар. А как же, нешеге шамасын? Бара, сенде бар? Барар ғайыр шол. Анда қызықлықлар, анда бүтін кішішәрі. Гүл көрсетіп әталар енді. Гүл көрсетіп қызынып жаталар шылай. Бара, сеңа бөлек алып қайттым. Ну, бара Рушка, сен депутат бет енді. Мына сесейді шық бар, мына қарап. Ана, шешімді, айт! Қатын қыз, мына үш қатын қыз. Мына бұлайда киіндіресің. Күні бойы киіндіріп, шешіндіріп теге отырайма. Нервынный бұшыттан бар. Шешінге шеш, шул қадар мотор үйме. Кішіға берме, я? Яшапта қарилар енді. Айт, ана. Екінші жылы барғанда алып бар енді мені? Алып барымы, конечно. А как же, шулай? Орлай білсең, ну, то есть, шлей білсең барасың. Шулай жамағат, барсына да менің шул хайбуш дұшт қайыпленді. Бір күнні бұлай дей, мұтықтай тойдырды бұдай, жүлерлер еліндеді, қадыр ішта жұқтай, зарпатсыла жұғыймы, қатынлар талай, айда өзіңді шетелге алып шығанды. Ойладық да, хүкіметке үшітіп зарпаты бермегеш, хайбуш білән Испанияның Канар ұтырауларына шығып кеттік. Аназым мен жабағат өзім бик қуады кіші, міне нәрсе айтсаларда шуңа риза. Жар елім айтам, қатын қыз болыптым оған мен. Міне бүтін нәрсеге көніп жүріп. Нормально туған мен. Ол үйме кеткенде да қызық ясы yazған. Теге билетта Шереметьево дегеш, мен өзіміздің теге Түбән Камадағы Шеремет ауылына кете yazған. Аэропорт екен ол, тити бар. Хайбуш жиді буынымны соқты. Шулай айтып, екінші күнні біз Мәскәуінің Шереметьево 2 аэропортына келіп жеттік. Жамағат ондағы халық үймен, ондағы халық. Теге тоже біздің кебек Hükümet zarplatı vermegəş, açlıqdan tilmirib, köpmü xalıq şetilge Anda kimler bilgine görmedim. Anda ximiklar, şinniklar, kamaz jandıruşular, kamaz tüzüşüler. Hem de Tataristan'ın avtogonşikları bir 25 kişi tura. Qava rasmiyetim. Mına dey, jimirib otıp bitirgen maşinalarını nişik tiyatırgaydı. Şunu үйренirge baralar iken. Bir pişmakta, mına gavdalar, bitirisi bir gavdada, şofanir hatlı. Mektem siz qaya barasız. Kimler deyip sırıysın mı? Kolxoz presidentleri. Mına dey, aşlamaza kupaytar gari. Şulay aytıp, uzakta ötmedi, tege aeroportun tumana degen kişi, tamojna degen kişileri kelip jetti. Birisi qarab turdi da menga narkotik yuz. Нәрсе yeysin? Kutik deysinmi? Kutik бар еді, kutik бар. Марихуана деп атала. Men aytam, xotin bilan birga jiqloy. Menim 99 ekandan lag'ash bitan so'rab berib turman. Qarayım şu vaqtda haybush shuvaldi. Ana izlevler, qoya ketgan deb so'raysizmi? Tege shumadanlarni tege lentaga qo'yasың da, konteynerga, konvertga, kirib ketadi, mana bunday it yosti qiladigan narsaga. So'ng shumadanlarni haybushga shunda qo'yarga qo'shqash. Shumadan ichida butun oqshalar shunday ekanini bilgash, haybush shumadanini yeblab birga kirib ketgan. Tege televizordan qarab o'tiruvchi yoshgina qiz Şimadan içinde kişi skeletin kurgaş, qorovullar qışqirib jig'ilgan.
күш хал біле Хайбушны тартып шығардылар. Андан соң енді мен чемодандарны қойғаш лентіға, біздің тігі сәйір екені білгаш, екі таможня қызметкері екі қолымнан тұтып тұрды. Шулай етіп біз самолетта ұшып кеттік. Ол самолеттағы рахатлыкларны көрсеңіз, анда ошатталар, ішіртелер емі, барысы да бушқа екен. Хайбуш мына жында бушқа екенні білгаш, көрші көлемдер екенде ішіп барды. Андан соң ашап тұйғаш мына бір қаны шырпы берелер етеді. Шоның бір 7-8 минут башта құлағым қазыды. Аннары тішлерін ақтарды. Бір 3-4 тапқыр туалет қада барып келді. На всякий случай деп тігі туалет қырайындағы запасной бақыт ешік кәді тегіп қарады. Ақырда ең қызығы шыл болды. Стюардесі бір яқтан жия бұш стакандарды. Хайбуш екінші яқтан үш чемоданына тұтыра. Шулай етіп біз Испанияның Канару тарауларына келіп түштік. Хам шулық күнні номерларға орнаштырдылар. Онда тағын қызық ясадық енді. Ода бір нәрседе біздің шәтуіл екен. Ванныға келіп кіра кіруіміз болды. Онда жидіп балатын сілініп тұрғанны көргәш, Хайбуш бекнік бұршылып, мұтық мұның олтысы керек түгіл деп ұсым кісіне салып қойды. Жоқ, мұна шақсан берізімді шылай. Біз бетінде ұрлап ише біраз нетмеше қанда бар бетінде біздің. Мұна берізімді бір нәрсе үйге тұтып қайтпасам, жұқлай алмайып қалтым біле. Қайта бір партизан лампышқа болса да бұрып алып кірем мен. Мұна шыны құшақлап жұқлаймын, рахат болып кете. Ondan soң Хайбуш айтты, қарары дей, мұттықты, нишап мұнда 2 унитаз қойғанларды. Мен айтам, бек бұрныңы тұқмайынды, 48 кило нәрсе бейді. Чөп кетерсің мен айтам. Ол емін башыңын аттығып қараған ие. Ол унитаз қырайындағы педальға ялғыш мен басып жіберуім болды. Тегіннен шаптырып су бәрмәсім мен. Бұл біздің шәк құмған рөлін өті екен. Шол кешні болған бүтін нәрселеріні іші бітіріп, жүқларға жаттық. Мұна Хайбуш ертәбіл айты, мұтықтай ұрын жерлері шол қалды жұмышақ екенді. Жүқла тігі жал етілмеңгіре деп жатқан енді, жүқыға кетіп 1 грамм жал етілмегенді. Андан соң ертәбілі менен 1 жарты даулай баштады. Бәрі біздің 1 жарты қолырға тейіш еді. Соң мен айтам жан кесегім, бірсін мен айтам аэропортта іштік тігі тұманалардан құтылғаш. Екіншісін самолетта тігі колхоз председательлері білештік. Үшіншісі қояды. Соң мен айтам жан кесегім, үшіншісін бет, кеша бет сенің тігі үшінші өлген қатыныңның қырығыйы. Мына шуны еске алдық берді. Қорап тұрды да, құрыды. Ейтем, bu arada үйде көрінмей олдай. Мына шулай, сәйірек, Хайбуш менің. Шулай етіп, екінші күнінде біз ұранға шығып кеттік. Андағы матырлы ол шақардайма. Қарай біз бір зданияның үстіне золотой пыльмен русский кухня деп жазғандар. Қызық сындырау едіңді, бізге 2 ашау жетмей, 3-шіге сразу ұранға шығып кетеміз. Келіп кірдігіме, тігінде шар порция пельмен заказа еттік. Мына мен өзімді ашауға бек таза, 3-тен 2 ашауға шықын аппетит ашыла башлаймын. Хайбуште, ит қонмайын уашибыз біз. Шулай ашап, 5 бокал пив ішкеннен соң, тамақ тоймай бетені, тағын 3-ні заказа еттік. Пельмендері бұлай қылайынды. Шушыларны аша бітіріп, енді ақырда Хайбушның башына бір ой келді. Қарайлы мұтықтай, нешлеп мұндады золотой пельмен деп жазғанларды. Тәгі официантны шақырып кетірді де сұрады. Официант біздің ikimizге, қолымызға 2 шек жыртып берді де бұлай дейді. Здесь бір пельмен $1 стоит дегеніне. Хайбушның тігі сыңғы қопқан пельмені ауызың бейтірі шып шықмасын ма? Тігі музыкант жігітке шарт. Шыңқы шықта біріміз 89, екіншіміз 87 пельмен ашаған болған. $200 атып, ешіклерді тиміп шығып кетіп Хайбуш. Ол қайтқанда Мәскәу маржаларын, ол Ельциннарны, ол Примаковты, ол пельмен кофе екен деп, аларны қатқа түсігіп номерларға қайтты. Енді
соңғы күнні ең қызығы шол болды. Атлантик океан бойына түштік қойнырға. Ол Атлантик океан деген нәрсе түгел екен. Міне біраз тынып тұрады, шуннан соң толқындарының отайымы бір шитаж биіклікке. Хайбуш ставит енді менің, жылан кебек, кетті кіріп. Шушы уақытта шықмасын мұтығы толқындар. Хайбушны хавалардан бұлға бәрмәсін бі. Башта Хайбушның трустигі шықты. Ансыз ғына. Аннан соң бір 40 метр шетке Хайбушны тұтып бәрді. Хайбуш тұрып басты да біріне болмаған кібек мені табакилақ башлады. Қараны мұтықты. Мұндады зәғар екен толқындай. Ай, ол өзінің трустигі екенін білмейді. Шул вақыт теге яр бойында ятушы англишанкалар «Окей, Иван, окей» деп тыңа қол шаба башладылар. Хайбуш зор батырлық ішлеген кіші кісіман теге халық алдында баш иген еді. 3 секундта жаңадан диңгізге. Бишара қайым тағын шул тұзлы дүңгізде кешкі 11-ге қатны жатты. Міне шушы хәлләрден соң бір 5 күн узгач туған яқлар сағындыра башлады. Қараны мұтықты, мұндады ұрлап та білмей екенді, яшап та білмей мұндады. Өзінің тігі петошықта сатқан шинлары сағындыра башлады. Әйдәді туған яқларға қайтып кетейікті. Шынлапта, өзіміздің туған яқлардан да матуррақ бір жерде да жоқ екен. Шуңа көре, өз елімізде яшарға, өз елімізде ішлерге ясын деп туған яқларға ұшып кеттік.